Сауда роботтары дұрыс па, әлде өзің сауда саттық жасаған дұрыс па? Жалпы осы видеода мен сіздерге осы қолмен сауда жасау және де сауда роботтарының артықшылықтарын, кемшіліктерін сіздерге толыққанды айтатын боламын. Жалпы енді бірінші өзің сауда жасау туралы айтып кетейін. Жалпы мынау бізде сіздер көріп тұрған TradingView приложениесі, платформасы. Бұл айтқан кезде трейдерлердің 90% осы TradingView мен анализ жасап, осы жерден сауда саттық жасайды. Так, егерде өзің сауда саттық жасайтын болсаң, сен бірінші анализ жасауың керек. Яғни рынокты толыққанды структурасын қарауың керек. Например, бізде тренд деген дүние бар, ордер блок, брейкер блок, ликвидность деген нәрсе бар. Бұл айтқанда сен күнделікті уақытыңның әжептәуір уақытын сен анализ жасауға арнайсың. Например, мынау бізде нисходящий тренд, яғни баға астыға қарай кетіп жатыр. Мына бір жерде бізде сел зона бар деген сияқты сенде осындай анализ болады. Яғни сен осындай анализ жасап отырып, 1 минуттыққа өтесің, одан кейін былайнан зоналарды сызасың. Енді әркімнің стилі әртүрлі. Енді бізде қаншама трейдерлер бар, әркім әр жерден оқыған. Трейдинг бұл тек қана бір ғана жазылған кітап болды, солай ғана жүреді деген нәрсе емес. Әркім бұл жерде өзі қалай графикті көреді, сол арқылы үйретеді, немесе сол арқылы жұмыс жасайды. Яғни сізде постоянно осылай анализ жасап отыру керек, және де стоп-лосс, тейк-профит пен жұмыс жасайтын моменттер болады. Яғни өзіңіз саудаға кіресіз, например, осы жерден жоғары қарай стоп-лоссты осы жерге қоясыз, тейк-профитті осы жерге қоясыз. Яғни соотношение прибыль деген бар. Бізге 1% жоғалтсаң 3% табуың керек, немесе 2% жоғалтсаң 4% табу керек деген сияқты соотношение риск-прибыль. Яғни осының барлығын сен есептеп, толыққанды рынокты бақылауда ұстауың қажетсің. Бұл енді сауданы өзің жасасаң. Сауданы өзің жасау үшін сен толыққанды трейдинг нарығын білуің қажет. Яғни сен жаңалықтарды қарап отыруың керек, осылай сделкаларға өзің істеп, өзің кіруің керек. Көп жағдайда трейдерлердің минусы ол точка входа таппау. Яғни анализ жасайды, кірген сделкасына сомнение болады, может жоғары қарай кетіп қалады баға, немесе төменге қарай құлап кетсе деген сияқты. Осы жерде, например, примерно қарайық. Мына анализ бойынша дейік, анализ бойынша осылай қойды и все. Қазір баға төменге қарай құлау керек. И сен графикті қарап отырған кезде сенде психологический атака болады. Не үшін? Қазір жоғары қарай кетіп қалуы мүмкін. Немесе тағысын тағы ойлар сені мазалап, осындай трейдингте эмоционально сені жейтін болады. Бұл трейдинг, мен трейдинг жаман, ручной жасаған жаман демеймін. Ручной жасаған ол өте керемет. Сен бірден көбірек ақша таба аласың, және де бұған железный нерв керек. Яғни психологияң мықты болу керек, эмоцияны ұстай алуың керек, только риск менеджментпен жұмыс жасауың керексің, нарықты толыққанды анализ жасап, сенің бір рабочий өзінің стратегияң болу керек. Бұл көп адамның қолынан келе бермейді. Статистика бізде алдамайды. Әлем бойынша 95% трейдерлер минуста. Только 5% адам әлем бойынша ол табады. Түсінікті ғой. Ал енді сауда роботтары қалай? Сауда роботтары бұл встроенный алгоритм, яғни сен трейдермен программист екеуі қосылып жасалған дүние. Например, мен өзімнің стратегиям болса, оны мен код қылып программистке берем. Программист оны толыққанды жасау арқылы бізде осындай бір файл шығады, яғни программное обеспечение. Оны біз брокердік шотқа қосатын болсақ, тура стратегия қалай жазылды, тура солай сенің шотыңда да солай жұмыс жасайды. Қазір енді бізде тестер стратегия деген бар, яғни қандай да бір роботты шығармас бұрын біз сонда осындай тестер стратегиядан өткіземіз. Яғни ордерлер қалай ашылады, қалай жабылады, қалай прибыль алып келеді, оның барын бақылауымыз қажет. Қазір мен сіздерге көрсетіп жіберейін, сауда роботтары қалай жұмыс жасайтын. Например, бізде осындай бір XS Plus деген сауда роботы бар. Қазір основном жақсы пайда көрсетіп тұрған. Бұл қалай жұмыс жасайды? Бұл қазір екі ордер постоянно ашып жүреді, яғни жоғары, төмен. Қазір көбейтейін, міне. Баға бізде ойнап тұр, міне. Баға көтерілсе де, түссе де оған без разница. Қазір, например, баға көтерілді, міне, уже жауып алды. Көтерілген кезде уже тағы да екі сделка ашты. Бұның біреуі прибыльда, біреуі минуста, ал минус жақтарда бізде усреднение, яғни 0.01 деген объеммен ашса, уже екінші сделкасын 0.02 деген объеммен ашады. Яғни кішкене қайту арқылы сол екеуін де плюспен жауып алады. Ал қалған бай позициялар, яғни плюста тұрған позициялар барлығы жабылған кезде бірге жабылады. Бұл айтқан кезде двойной прибыль алып келеді.
Бұны ручной өздеріңізді істесеңіздер болады. Міне барлығын есептеп қараңыздар. Баға қазір төбеге көтеріліп баратыр. Міне 2 сделка ашты. Тағы да определенный баға өскен кезде тағы да 2 сделка ашты. Қазір ортада тұрған линия ол take profit, яғни баға кішкене түссе, мынау 4 сделкаде жабылады. Общий счетпен, математический расчетпен олар прибыльмен жабылады. Міне. Егерде түспей жоғары қарай тағы кететін болса, ол тағы да ашады. Міне. Қазір уже 3-ші сделкасын ашты. 3-ші сделкасын ашты, уже ортада тұрған мына бір жерде қызыл линиямыз уже жоғары қарай көтерілді. Енді баға бар болғаны кішкене ғана түссе, осы 6 сделканың барлығы жабылады. Міне, жоғары қарай тағы да ашылды. Қарап отырсаңыздар, қызыл линиядағы ол төбеге көтерілді. Міне. Яғни take profit орта есеппен ол артынан қуып жүреді постоянно. Міне. Қазір бізде уже 1, 2, 3, 4, 5-ші сделка ашылды. 5-ші сделка ашылған кезде take profit'іміз мына бір жерге тоқталды. Так, кеттік ары қарай жалғастырайық. 6-ші сделкамыз ашылды. 6-ші сделка ашылған кезде тоже take profit барлығы көтерілді. 6-ші сделка, міне. Енді баға қайта құлады. Қайта құлаған кезде, міне қараңыздаршы, мына бір жақта, мына бір жерде ашылғанның барлығы кішкене ғана откат берді, и барлығы жабылдықтағыны, барлығы бізде плюс берді. Міне. Қазір, например, мына бір жерде бізде балансымыз өсіп жатыр. Бұны сіз ручнойда өзіңіз істесеңіз болады, бірақ ручной істеген кезде расчет, есептеу, постоянно қарап отыру керек болады сізге. Міне. Баға тағы құлап жатыр. Мына бір жерден құлады, қайта кішкене көтерілді, все, барлығын take profitпен жауып алды. Так, барлықтарыңызға рахмет. Сабақ ұнайтын болса, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Егерде сұрақтарыңыз бар болатын болса, және де трейдингпен айналысып жүрген адам болатын болса, осы видеоны бөлісіп қойыңыздар. Біздің каналға жазылыңыздар, тағы да бізде пайдалы ақпараттар өте көп болады. Алтаңызға рахмет. Егер осы роботты қызықтырған болса, астында ссылка болады видеоның астында. Телеграмға жекеге жазып, осы роботты ала аласыздар. Хорошо. Тестер деп айтып бердім. Тестер деп айта берейін ба? Егерде сіздерге осы сауда роботы қызықтыратын болса, ұнаған болса, осы видеоның астында бізде сілтемелер тұрады. Яғни осы роботты сіз аласыз. Каналға жазылыңыз, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз, және де трейдингке қызығып жүрген, үйреніп жүрген адамдарға бөлісіп жіберіп қойыңыздар.